Сәлем, білімді бол дәрігер каналының оқырманы. Бүгін біз молекулалық биология сабағынан алғашқы осы плейлисттің сабақтарын бастайтын боламыз. Бүгінгі айтатын тақырып бізде бұл жасуша туралы болады. Яғни жасуша ол дегеніміз не? Оның құрылымы қандай органеллалардан тұрады. Ол органеллалардың әрқайсысына біз жеке-жеке тоқталамыз. Оның функциясын, оның өмірдегі негізгі маңызын түсінетін боламыз. Енді бірінші кезекте жасуша дегеніміз бұл кез келген организмнің бұл өте кішкентай құрылым бірлігі болып саналады. Жасуша бойынша негізгі теорияларды қарастырады, яғни айтады, жасуша бұл жасушадан пайда болады дейді. Яғни бір жасуша бұл бөліну арқылы екі жасушаға пайда болады, ал қалған пайда болған жасушалар ары қарай өзгере жеке-жеке бөліне береді да, нәтижесінде көптеген жасушаларға ұласады. Енді бізде тағы бір теория, бұл организмдегі барлық жасушалардың құрылымы бірдей, яғни бірдей органеллалардан, бірдей құрылымнан тұрады. Соған байланысты негізінен жасушаларды, яғни эукариот жасушалар және прокариот жасушалар деп бөледі. Яғни бізге ең керегі бұл адамның жасушасын қарастыратын боламыз. Яғни жасушадағы ең негізгі элемент бізде бұл ядро болып саналады. Ядроны айтуға болады, бұл жасушаның миы, яғни ми сияқты қызмет атқарады. Яғни бұл жерде негізгі қызметі бізде генетикалық ақпараттарды сақтау болып саналады. Генетикалық ақпарат бізде ДНК-да сақталады. ДНК бұл генетикалық ақпарат. Яғни сіз туралы немесе сол адам туралы барлық ақпарат, оның, например, көзінің түсі, шашының түсі, терісінің түсі, мінезі, осының барлығы осы бір ДНК-ның құрамында жатады. Ал осы ДНК болса, бізде ядроның ішінде жатады. ДНК мен бірге ол жерде РНК болады. Бұл жердегі РНК, ДНК, РНК-ның негізгі қызметі болып, жаңағы рибосомаға барады. Рибосомада бұлар әртүрлі фермент, гормон синтездеуге қатысады. Яғни бізде осы жерде жазып қоятын зат бұл Биттл-Татумның теориясы. Яғни Биттл-Татумның теориясы бойынша бізде бір ген, бір фермент. Яғни бір ген тең бір фермент. Бұл жерде фермент деп отырғанымыздың барлығы бұл белок, ген, яғни осы бізде ДНК-ның құрамында жататын, яғни бір ДНК молекуласы, оның үстінде жататын каждый бір ген белгілі бір организмдегі ферменттің, белгілі бір нәруіздің синтезін үшін жұмсалады. Енді бізде ядро біз көреміз, ядрода екі түрлі мембранадан тұрады. Бірінші мембрана және екінші мембрана. Осы екі мембрананың аралығында мембрана аралық кеңістік болады. Осы мембрана, яғни аралық кеңістік, одан кейін ядроның ішінде бізде сұйықтық бар. Яғни бізде жасуша болатын болса, жасушаның сыртында ішіндегі сұйықтықты біз цитоплазма дейтін болсақ, ал ядроның ішіндегі сұйықтық бізде кариоплазма деп аталады. Енді бізде мынандай сұрақ болады, яғни жасушамен, мына жасушаның ішіндегі цитоплазмамен, мынау ядроның ішіндегі сұйықтық бір-бірімен алмасады. Яғни қалай алмасады? Бұл жерде бізде мына жақта ядролық кешен, яғни пора бар. Ядро цитоплазмалық пора, осы арқылы мынау бізде ядроның ішіндегі түзілген, например, ақпараттық РНК болатын болса, ол туралы біз алдыңғы сабақтарда айтатын боламыз. Ақпараттық РНК болатын болса, осы пора арқылы ол мына цитоплазмаға шыға алады. Не только ақпараттық РНК, ол жақта мысал ретінде ион болуы мүмкін, электролит болуы мүмкін, әртүрлі болуы мүмкін. Осының арқылы, пора арқылы шығады. Сөйтіп, например, мына жерде бізде рибосома болатын болса, сол рибосомаға барып белгілі бір белоктың, белгілі бір ферменттің синтезіне қатыса алады екен. Сонымен қатар бізде осы жақта ядроның ішінде ядрошық болады. Ядрошық, яғни грануляция нәтижесінде түзіледі. Ол гранулалардың жинақталып тығыздалу нәтижесінде. Енді бізде бір ДНК, яғни адамның организмде ДНК мөлшері көп. Яғни бір ДНК молекуласының өзі негізінен бізде 2 метрден асып кетеді. 2 метрден асып кетеді. Сол үшін осы ДНК-ны бізде тығыздап, оны хроматин деңгейінде оны сақтап отыратын осы ядроның ішінде болады екен. Сонымен қатар бізде осы ядрошықтың ішінде рибосомалық ДНК болады. Бұл рибосомалық ДНК, яғни
рибосомалық РНК-ға айнала алады. Рибосомалық РНК-ға айналғаннан кейін, бұл рибосомалық РНК-ның өзі мына цитоплазмада рибосоманың түзілуіне қатысады. Яғни рибосома бойынша біз келесі тақырыпта айтатын боламыз. Яғни рибосомада негізінен екі түрлі суббірлік бар. Яғни сол екі түрлі суббірліктің бір-бірімен байланысуы үшін осы рибосомалық РНК керек болады. Оның нәтижесінде рибосома түзіледі. Рибосома түзілгеннен кейін трансляция процесі жүреді. Яғни мынаның ішінде транскрипция процесі орын алады. Одан кейін осы кариоплазмадан шыққаннан кейін цитоплазмада транскрипция емес, уже трансляция процесі басталады. Яғни жаңа амин қышқылдарды жинап, жаңа белок, жаңа фермент синтездеу. Осымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Цитоплазма бойынша, яғни жасушаның алғашқы негізгі элементі органелласы ядро туралы айтқан болатынбыз. Енді келесі сабақта біз тағы да осындай органелларды айтып жалғастыратын боламыз. Назарыңыз үшін рахмет.